одан асып таситын өзі кішкене ғана уақыт өзі. 25 пен 40-тың арасында асыйсың, тасыйсың. Ары қарай өзі сәл кішкене әлсірейсің. Адамның басы бала, ортасы адам қартайып шал болған соң кетті шамаң, мақтап жүрген өмірің осы болса, үш-ақ ауыз өлеңмен болды тәмам дейді ғой. Үш-ақ ауыз өлеңмен болады да тәмам болады, бітті. 40-тан кейін былай қарай ақырындап өзің әлсіреуің де басталады. Егер ішіп шегіп жүрген біреу болатын болсаң, зина жасап жүрген біреу болатын болсаң, вообще 35-інде ақырындап уже құлдырай бастайсың. Сүйектерің сақырлап, дене бітімің әлсіреп, күнә әлсіретеді ғой, білесіңдер ме? Күнә әлсіретеді. Күнә мына тал шашыңды да әлсіретеді. Күнә мына сенің теріңді де өзгертіп жібереді. Күнә керек десе мына көзіңнің қарашығының түсін де өзгертіп жібереді. Күнә сенің сөйлейтін дауысыңды да өзгертіп жібереді. Күнә сенің физикалық күшіңді де әлсіретіп жібереді. Тез шаршап қалатын боласың сен, күнәһар болсаң. Сен иманды, тақуа, зікірге берілген жігіт болсаң, сен күшті боласың. Күш тек қана жігіттер физикада емес қой. Күш рухта ғой. Ал жанның азығы бұл Алламен байланыс қой. Алла береді ғой бұл жанның азығын. Кім жаратты, сол береді оның азығын, ше? Жанның азығын Алла береді жігіттер. Соны Алламен байланысты күшейту керек. Алламен байланысты жақсарту керек.